Бүгін сіздерге осындай баклажановый салат жауып көрсетемін. Ол үшін бізге болгарский баклажан, пияз, помидор, 2 пучок кинза және чеснок қажет болады. Помидорымызды мясорубкадан өткізіп аламыз, қалған заттарымызды кубик етіп турап аламыз. Қызып тұрған майымызға, табамызға 600 мг май құйып, пиязымызды қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Астында отын қатты қоясыздар, сол кезде пияздарыңыз әдемі қуырылады. Дайын болған міне пиязымызға енді турап қойған болгарскийімізді салып қуырамыз. Осындай қызыл болгарский алсаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі болып шығады. Мына екеуі қуырылып шықты. Енді мясорубкадан өткізіп қойған помидорымызды құйып, 5-10 минут қайнатып аламыз. Баяу отта. Қайнап шыққан соң турап қойған баклажандарымызды саламыз. Бір араластырып қуырып, астын жай қойып, қақпағын қиғаш етіп, жауып, жарты сағат қайнатамыз. Алдын ала жуып дайындап қойған банкаларыма осылай қайнап тұрған су құйып, қақпағын жауып, стерилизовать етуге қойып қоямын. Мен бүгін осындай банка пайдаландым. Қақпаға жабылатын банканы да пайдалансаңыздар болады. Енді өз еріктеріңіз қандай банка пайдалансаңыз да. Мен осындай банка пайдаландым. Осы салаттарым үшін. Біздің салатымыз қайнап шықты, су құймаймыз, өзінің суы осылай шығады. Енді дәміне қарай тұз саламыз. 70% уксус 1,5 қасық құямыз. Үлкен қасықпен. Жақсылап араластырып тастаймыз. Тағыдай бір 5 минут қайнағаннан кейін, дайын болды деген кезде чесногымыз бен кинзамызды салып, араластырып, 5 минут қоя тұрамыз. 5 минут. Иісі деген керемет болып шығады. Міне біздің салатымыз дайын. Енді су құйған банкаларымыз төгіп тастап, салатымызды құямыз. Тура осы рецептпен салатыңызды істесеңіздер, өте керемет болып шығады. Біздің қазіргі таңда қыста жейтін ең жақсы салаттарымыздың бірі болып есептелінеді. Дәмі де, өзі де әдемі болып көрінеді. Банкамыздың аузын қатты жауып, жылы жерге орап қоямыз. Маған тіркелуді ұмытып кетпеңіз.